Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге ханымды көрсететін боламын. Ең алдымен бізге су қажет болады. 2 стакан суымызға тұзды салып, тұздымыз жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Сосын оның үстіне ұнымызды салып отырып, қамыр жасайтын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны қамырды 5-10 минутқа қалдырып демін алғанша қоямыз. Сосын қамырымызды жайып шығамыз. Мен қамырымды 2-ге 3-ке бөліп аламын, өзіме ыңғайлы болу үшін. Қамырымызды жаюды бастаймыз. Өте жұқа етіп жаямыз. 5 бармаққа, мантыға жайғандай етіп. Қамырымыз толықтай жайып алдым, сосын оның үстін сұйық маймен майлап шықтым. Енді картопты үкіштен өткізіп отырып, үстіне сеп шығамыз. Міне біз картоптың барлығын үкіштен өткізіп, қамырдың бетіне сеп шықтық. Енді қамырды бір қабатын ғана жағында бүктеп, сосын пышақпен кесеміз. Видеода көрсетіліп тұрғандай жасайсыздар. Енді кесілген жағын тағы да 4 бұрышты етіп, тағы да кесіп шығамыз. Шет-шетін жақсылап басып, піскенде картоптарымыз шығып кетпеу үшін. Біз барлық ханымдарымызды дайындап алдық. Енді манты қазанның бір листін жақсылап майлап аламыз астын. Сосын үстіне ханымдарымызды қамырларды қойып шығамыз. Енді манты қазанға қойылған ханымдардың үстін бір қабатын майлап шығамыз. Сосын біздің қамырларды үстіне қоюға болады. Ең бастысы астын жақсылап майласаңыздар болды. Піскен кезде, ыстық кезінде тез-тез ажыратып аламыз. Міне біз барлық қамырларды осылай дайындап алдық. Енді оның бетін жауып, мен суымызды алдын ала 10-15 минут бұрын қайнатып алдым. Енді оның қайнап тұрған судың үстіне біз манты қазанымыздағы ханымдарымызды қойып, бетін жақсылап жауып, 30-35 минутта пісіріп аламыз. Оған дейін біз ішіне қосатын салмасын, яғни соусын дайындап аламыз. Ол үшін біз пиязды жақсылап үкіштен өткізуге де болады, және пиязды қатты жұқа етіп турауға да болады. Мен жақсылап турап алдым, сосын сковородкаға майды құйып, пиязды жақсылап қызартып қуырып аламыз. Сосын оның үстіне томат пастасын салып, оны да жақсылап араластырып, жақсылап қуырамыз. Әрине дәміне қарай
тұз, бұрыш қоссаңыздар болады. Сосын ең соңында үстіне суды құйып, жақсылап қайнатамыз. Міне біздің қанымыз да дайын болды және соусымыз да дайын. Енді арнайы бір ыдысқа біз салафанды қойып аламыз. Қанымдарды ыстық күйінде тез соусқа батырып салафанға саламыз. Қолдарыңызға міндетті түрде перчатка киіп алыңыздар. Өздеріңізге ыңғайлы болады. Барлық қанымды осылай бөлек-бөлек салафанға салып, соусқа батырып, бетін жақсылап жауып, 10-15 минутқа қалдырып қоямыз. Сол кезде біздің қанымдарымызға соусымыз сіңіп, әдемі және дәмді болып шығатын болады. Міне біздің соусымыз дайын болды, қанымыз дайын болды. Оны енді бөлек тарелкеге салып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайтынына 100% кепілдік беремін. Бұл тағамды біздің көрші мемлекетіміз, өзбек халқы өте жақсы дайындайтын болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Пікірлеріңізді қалдырып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Алдағы видеода қандай рецепттер күтесіздер, оны да қалдырып жазып кетіңіздер. Міндетті түрде жасап көрсететін боламын. Қош сау болыңыздар.